іздеп шыңға шықтым. Ассалаумағалейкум достар, сіздермен Қазақ Орда каналы. Видеоны басумен сіздерден барынша біздің арнаға жазылуды және де лайк басуды ұмытпаңыздар достар. Қолдау күтеміз сіздерден, және де біздің VK группамызға қосылыңыздар. Бұл жерде FIFA Mobile, PES Mobile'дан да жаңалықтарды көре аласыздар. Тағы бір айта кететін, енді біз лига ашып жатырық. Біздің лига міне осындай, Қазақ Орда деген. Енді алдыңғы лигаларында осылай ашқан едім. Енді бір жақсы ат болса, сіздерден өтіне кететін, комментарий жазып кетіңіздер. Бір жақсы аттарыңыз болса, осындай лигаға қосылуларын сұраймын. Бізге енді 100-ден жоғары рейтингті ойыншылар керек. Бір аздау кішкене көтерілгеніңіз жөн, сондықтан да біздің лига қосылу үшін 100-ден жоғары болсаңыздар қосыла аласыздар. Және де өз ойларыңызды жазып жіберіңіздер, қандай ат қойсақ болады деген бір қызықты. Енді бүгінгі обзорым бар, және де кішкене болсын жаңа события шыққан еді Европа лигасына, соны бір қысқаша бір түсіндіріп кетемін деген ой болып тұр. Енді бұл қандай события? Бұл Лига Европа, сол баяғы бір қызықты ештеңе жоқ. Сол Донаттың ойыны. Енді бұл жерде бізге 3 раздел беріп тұр, 3 нұсқаулық, сондықтан да 3 жерді қарайтын боламыз. Енді бұл жерде матч ойнау керек, бұл тапсырмаларды орындаймыз, және 4 матч бар екен. Бұл жердегі жетондарды сіздер әр күні өтіп өлеріңіз жөн, өтсеңіздер жақсы ойыншылар ала аласыздар. Бұл жерде міне 10 матч ойнап, осындай 50 жетон, және де 20 матч ойнап ранг өте керек, сондықтан рангты алуға да тырысыңыздар. Және Division Rivals'та 50 гол соғуларыңыз керек. Және де бұл жерде испытаем подбор команда деген бар. Бұны да достар керек болады, сондықтан да оңайлап тапсырмалар барынша орында осы заданияларды жақсы бір рангтарды алып алыңыздар. Командаңызға керек болады достар. Енді екінші разделге кіретін болсақ, бұл жерде награда дейді. Награда бұл жерде мен көріп тұрмын. Фернандо Торрес, Атлетико Мадрид, және де бұл жерде жетон, рангтар берген екен. Енді сіздер ойчарса кімді ала аламыз деген безданат. Бұл жерде сіздер 89-да да, 90-да да және 95-ті екеуінде ала аласыздар. Мүмкіндіктеріңіз бар. Сондықтан да тырысыңыздар, жібермей, әр күн жібермей ойнайтын болсаңыздар, бұл екі футболшыны ала аласыздар. Бірақ маған өз басым бұл екі футболшы керек емес. Шын айтайын, бұл позицияда өңдердің позициясында ойнамаймын, және де Бейлиді білмеймін. Ойланып отырмын, қалай болатын алда уақытта көрем. Бейли ұнап тұр, енді ЛВ-да ойнайтындықтан, сондықтан өзіме керек. Және де өзімде енді бұл жердегі Усилини ұнап тұр. Усилини алып қолымда мүмкін. Енді осылай, және бұл жерде 98-дерде мүмкіндік жоқ. Винисиусқа да, енді ол Винисиустың бір характеристикасы жақсы, бірақ Усилидің навыктары ұнамайды. Бұл жерде Мерино дейді. Бокста бокс келеді, енді ЦП-ға өте бұл жерде транжашитник керек үлеспейді. Енді үшінші бұл жерде торговля дейді. Занитти. Бұл жерде Заниттиді алуларыңызға мүмкіндіктеріңіз бар, бірақ та сіздер керек емес достар. Самоцвет жинай беріңіздер, бостан босқа құртып бұл ойыншыны енді жақсы, характеристикасын түсінемін, бірақ та бостан босқа жетондарыңызды құртпай қойыңыздар. Және бұл жерде 3 разделді көріп тұрмын. Бұл жерде 88, 94, және де бұл жерде 150. Күні кейінде 100-ді алып тұрыңыздар достар. Осылай тапсырма орындайтын болсаңыздар, сіздер 95 футболшының екеуінде ала аласыздар. Білмеймін, бірақ рынокта бағалар ертең түсіп кетуі мүмкін. Осы 25 жетонды алуларыңыз керек. Жайлап жинай берсеңіздер, Бауманды да ала аласыздар. Енді достар, тағы бір айта кететіміз. Обзор алған едім. Ойыншыма обзор жасаймын. Міне бұл жерде Джейм Варди, өте керемет футболшы. Өз позициясында характеристикасын көріп тұрсыздар. От характеристикасына керек, көрдіңіздер ме? Дриблингінде болады. Жылдамдығы да Усилинисте ұнатып көрдіңіздер. Тек паспен жоғарыдағы доптарға көп таласа алмайды. Өкінішке орай бойда шамалы, сондықтан да. Енді біздер ойнап көреміз қазір. Қалай ойнайды екен, осы атакада деген ой ғой достар, сіздер
Енді білмеймін, сіздер көбінесе Wan Bissaka алып жатсыздар. Білмеймін, сондықтан да Джейми Вардиға да салты болуларыңызға болады. Пизданаты өте керемет ойыншы. Сондықтан сіздерге кеңес беремін. Өзіме керек болды, сондықтан да алдым осы футболшыны. Енді көрейік, кішкене кішігірім бір обзор деген бір не деп қабылдайсыздар деген ойдамын. Ал көрейік біздің қалай ойнайтын Джейми Вардиміз. Ал бұл жерде жоғарылап топ теуетін боламыз. Грилиш, ал бұл жерде топ теуіп көрдік. Соқты бұл жерде Джейми Варди допты ілже береміз. Оңақай енді, оңақаймен өте керемет. Бұл жерде қақпашы өз орында. Жақсы. Бәхім көтеріп, Кайлверт жақсы соқты. Бұл жерде де Джейми Варди көрек. Бұл жерде финтін көреміз. Қалай футболшының сақодан әдемі өтіп кетті, бірақ әттең удары соққысы сәл бір аздау болды. Көш көрейін. Топтан қашуымыз керек. Міне бұл жерде мен Грилиш сияқты қателеспесем, Джеймиді көрмей жатырмын. Джейми ма бұл? Жоқ. Өкінішке орай Джейми Варди емес. Енді Лестердің бір жойқын ойыншысы әзір уақыт. АПЛ жеңіп көрген бір футболшылардың бірі. Осы 2018 жылдар ма қателеспесем, или 2017 жылдар алды. Міне Джейми Варди соқты, өте керемет. Тағы да көреміз. Грилиш соғымыз керек. Қарсыласымыз енді түсіне алмайтқан шығар. Жоқ, төменгі рейтинг, сондықтан да қиындау түсінуге болады. Өзімізден жоғары футболшы келсе, қарсыласымыз келсе енді өте қиын болар еді. Сондықтан түсініп жатырмын. Енді бізге де Джейми Вардимен гол соққан жақсы еді. Кішкене обзорымыз түсінікті болатындай. Жақсы, өз моменттерін жібермей пайдаланды десем болады. Бір соққысы тек қақпашы тіреп қалды, өкінішке орай. Енді 600 усиление аламыз. Міне керек заттар, міне достар, 600 усиление деген өте керемет. Бір командаңда бір рейтинг көтеріп аласың, жайда 1000 самоцвет дейді. 1000 самоцвет жинап алу керек бізге. Енді Тоттигетр өте керемет событие, сол жерден бір жақсы ойыншы ұстап алуымыз қажет. Сондықтан сіздерге де кеңес беремін. Біздің қарсыласымыз 99, 140 Сигренспен ойнаймыз. Төмен, енді соңғы ойын деп есептеймін, өз басым қалай ойнай алатынын көретін боламыз. Мүмкіндіктерін жібермеу керек еді бұл жолы. Дым қателік жібермесе өте 5 жұлдызбен бағалап кете аламыз. Көрейік, бұл жерде Осман Дембеле, Джейми Вардиді көре алмайтын. Кайлверт бұл жерде өкінішке орай қиыс кетті, доптан қиыс кетіп жатыр. Бұл жерде Кайлверт қателеспеді. Бұл жерде мені бұл жерде Вардиді көре алмайтын, өкінішке орай. Варди аяқта ұйықтап отқан жоқсың ба, Варди? Кайлверттің өзі жүрдік. Кета жүр. Джейми Варди артта жүр, өкінішке орай. Бұл Варди гол. Мүмкіндігі тағы пайдаланды. Бұл жерде бізде штрафной. Көрейік, соқты. Бұл жерде Грилиш. Өкінішке көп араласпауда. Джейми Варди міне келе жатыр. Лоренцоның бір несіне шыдай алмады Варди. Бойы кішкентай, сондықтан да. Бәхім соқты. Бәкс дейді деп оны. Осман Дембеле бойынан асыра қалу керек тек. Көшкөрей соғамауда. Міне тағы да көрінбеуде. Бұл жерде Джейми Варди жоқ. Міне Варди бір жойқын соқты. Бір аяқтап кете болсын. Бұл жерде де көрінбейді, өкінішке орай. Кайлвертті өзін баспен соқты. Соңғы нүкте десек болады осы достар. Міне екі ойын ойнадық. Джейми Варди аз мүмкіндіктер болады, түсінем. Тек бір соққысын пайдаланбады десек те болады. Енді Джейми Варди туралы не айта аламын? Мен енді 5 жұлдыздан айтайын 4 жұлдызды беруге болады. Өкінішке орай енді бойы жетіспеуде, әуеде допқа көп таласа алмайды, бірақ та енді өзі мүмкіндігін жібермейтін ойыншы. Сіздерге де кеңес беремін. Сондықтан да сіздерге кеңес ретінде өздеріңіз білесіздер кімді қоя алатынын.
бірақ та енді болатын ойыншы өте керемет ойыншы. Ал достар, сіздерге видео ұнады деген ойдамын. Біздің арнаға жазылып лайк басуларыңызды сұраймын. Ал достар, келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.